Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін бізде Қытай асханасы, яғни қытырлақ баклажаннан жасалынған салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен бізге керегі екі осындай үлкен көлемдегі баклажан жуып тазалап, құрғатып, одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай кесеміз. Бұл жерде бұлай кесуінің себебі әр бір бөлігінде баклажанның сырты, яғни қабығы болғаны әдемі болады. Кейбіреулер баклажанның сыртын аршып тастайды, олай да жасасаңыз болады. Бірақ маған осындай қабығымен әдемірек көрінетін секілді, баклажан екені көрініп, дәмдірек болатын секілді. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Дәл осылай үлкен көлемде кесіп дайындап аламыз. Одан кейін бізге керегі бір осындай тәтті болгар бұрышы. Қызыл түсі әдемі үйлеседі, қызыл түсін алуға тырысыңыз. Оны да үлкен осылай көлемде кубик етіп турап дайындап аламыз. Одан кейін бір осындай пиязды, оны да видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бөліп, және де осындай 6 бөлікке ғана бөлсеңіз жеткілікті, үлкен көлемде болуы тиіс. Дәл осылай пиязымызды да турап дайындап аламыз. Және де 2 сарымсақ керек, ол екеуін де тазартып дайындап қоямыз. Енді ары қарай баклажанымызды жасауды жалғастырамыз. Яғни баклажанның үстіне жүгері крахмалы немесе осындай картоп крахмалын алсаңыз болады. 4 ас қасық салып, араластырып дайындап қоямыз. Барлық баклажанға, барлық жағына тию керек. Енді алдын ала 2 соусын дайындап аламыз. Бірінші соус үшін осындай соя тұздығынан 2 ас қасық керек. Және де осындай күріш уксусы, яғни рисовый уксус керек. Немесе тағда бір винный уксус дегендер болады, соны да қолдансаңыз болады. Бірақ алма уксусы келмейді. 2 ас қасық қосамыз осындай рисовый уксустан. Және де 1 ас қасық қант қосамыз, өйткені бізде кисло-сладкий соус болады. 1 ас қасық қант, және де осындай ащы бұрыштан жарты шай қасық бұрыш қосамыз. Енді осының үстіне дайындап қойған 2 чеснокты, сарымсағымызды осындай теркадан өткізіп, ұсақтап үстіне саламыз. Енді осы тұздығымызды араластырамыз. Бұл бізде бірінші тұздық, яғни бірінші біздің соусымыз. Енді екіншісін дайындаймыз. Ол жерге тек қана 100 грамм сумен, 100 грамм 70 граммдай шамамен осындай көз мөлшерімен су, және де 1 ас қасық жүгері крахмалы немесе картоп крахмалы керек. Оны да араластырып қойып қоямыз. Енді ары қарай отымызға сковородкамызды немесе пісіретін ыдысымызды қойып, көбірек молынан майды құямыз, және де осындай салфеткамен ыдысымызды дайындап аламыз. Баклажанымызды бірнеше осындай бөлік этаппен салып, қуырып аламыз. Осы уақытта тағы бір айта кетерлігі, баклажанды қоңыр етіп қуыруға тырыспаңыз. Салатта ол қып-қызыл қоңыр болып көрінгенмен, ол соя тұздығының арқасында сондай болып тұрады. Баклажанды өте қатты қоңырайтып жіберсеңіз, ол қатты пісіп былжырап кетеді. Сол үшін осындай сарғыш болғаны жеткілікті. Өстіп сарғайған кезде алып аламыз, және салфеткамыздың үстіне қойып, сөйтіп барлық баклажанды пісіріп аламыз. Енді пісірген майдың жартысын алып тастап, төгіп тастап, жартысын қалдырамыз, және де оған бірінші пиязымызды саламыз. Пиязды осылай араларын ашып, шамалы ғана қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне болгар бұрышын салып, екеуін де шамалы ғана қуырамыз. Өте ұзақ қуырып керек емес. Болгар бұрышы қытырлап тұрғаны дәмді болады. Енді осының үстіне бірінші біздің соя тұздығымен жасалған соусымызды құйып, араластырамыз. 1-4 минуттай ғана орташа отта қуырсақ болады. Енді біздің кукурузный крахмал салынған немесе картоп крахмалы салынған суды аз-аздан құямыз. Көрдіңіз бе, шамалы құйғанның өзінде бірден құп қою болып кетті. Сіздікі де қатты құп қою болып кетсе, үстінен осылай су құйып, араластырып алсаңыз болады. Енді бір үлкен көлемдегі ыдысқа баклажанымызды саламыз. Дауысын тыңдаңыздаршы, қалай қытырлап тұрғанын. Қараңыздаршы, баклажан қалай күшті қытырлап тұр.
Енді осының үстіне біздің жаңағы дайындап қойған көкөністерімізді саламыз. Және де ұзақ араластырудың керегі жоқ, баклажан өйткені езіліп кетеді. Шамалы ғана араластырып аламыз. Енді осының үстіне осындай шамалы көлемдегі көбірек қоссаңыз да болады. Міндетті түрде кинза қосамыз. Укроп, петрушка келмейді. Міндетті түрде кинза, ол кәдімгі Қытай асханасының дәмі, барлығы осы кинзаның дәмімен, иісімен ерекшеленеді. Енді осы дайын салатымызды өзіңіздің қалаған әдемі ыдысыңызға салып, және де үстіне әдемілік үшін, тағы да ерекше бір дәм қосу үшін осындай кунжут теуіп қойсақ болады. Кунжутты шамалы қуырып алсаңыз тіптен дәмді болады. Міне осымен біздің қытырлақ баклажаннан жасалынған салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.